Жалпы біздің елімізде өте көп тақырыпта фильмдер түсіріліп жатыр, иә. Бірақ дәл осындай НВП-ға деген тақырыпта менің ойымша алғашқы фильмдердің бірі. Және де бұл фильм жай ғана спорт туралы немесе де мектептегі ұстаздар туралы емес. Бұл жерде махаббат та бар, бұл жерде тәлім-тәрбие де бар, бұл жақта сабақ алатындай көптеген оқиғалар көрсетілген, бейнеленген. Сондықтан да әрбір оқушыдан бастап жасөспірім кейін үлкен адамдарға дейін көретін, өзіне бірдеңе алуға болатын фильмдердің қатарына жатқыза аламын. Қандай эмоциялар кетесіз жалпы? Негізі бар ғой, маған осы НВП ағайдың түсірілім алаңында жүргенде маған өзіме ұнады, атмосфера, бір балалармен мектептің ішіне түстікте маған бір одан кейін режиссер Дархан Саркенов қой, бұрын жұмыс істеген режиссерім өте бір қызықты, сондай бір кәсіби түрде түсірілген бір жақсы фильм болды деп ойлаймын. Өзім сөйтіп ойлап тұрмын. Бір қызықты, жақсы фильм күтіп тұрмын енді, білмеймін не айтатынымды. Соны көрген жоқпыз.